тыңдармандар, бүгін біз сіздермен ұсыныс теориясын қарастырамыз. Ұсыныс бұл микроэкономиканың теорияларының бірі болып табылады, және ол фирмалардың, өндірушілердің іс-әрекетін түсіндіретін теориялардың бірі болып табылады. Алдарыңызда ұсыныс кестесі белгіленген. Бірінші бағанда тауар бағасы, ағылшын тілінде price, екінші бағанда ұсыныс көлемі белгіленген, ағылшын тілінде quantity. Өздеріңіз көріп отырғандай, тауар бағасы 100 теңгеден 300 теңгеге дейін көтерілген жағдайда, фирмалар тарапынан өндірілетін дәптертердің саны да өседі. Бастапқыда 100 теңгемен өндіруші 1000 дана дәптер өндіріп ұсынуға дайын болса, 300 теңгемен өндірушілер 5000 дана дәптер өндіріп ұсынуға дайын. Ұсыныс заңы дегеніміз не? Біз ұсыныс көлемін ағылшын тіліндегі quantity supply сөзінің бастапқы әріптермен QS деп белгілейміз. Нарықтағы тауар бағасын ағылшын тіліндегі price сөзінің бастапқы әрпі P әрпімен белгілейміз. Ұсыныс заңы бойынша ұсыныс көлемі мен баға деңгейі арасында тура тәуелділік бар. Бұл дегеніміз не? Нарықтағы тауар бағасы неғұрлым қымбаттаған сайын, ұсынушылар, өндірушілер нарыққа ұсынатын тауар көлемі де соғұрлым өседі. Және керісінше, тауар бағасы арзандаған сайын, нарыққа өндірушілер ұсынатын ұсыныс көлемі де азаяды. Ұсыныс кестесінде белгіленген мәліметтер бойынша ұсыныс қисық сызығын салайық. Y өсінен біз тауар бағасын белгілейміз, price, X өсінен біз ұсыныс көлемін белгілейміз, ағылшын тілінде quantity. Бастапқыда 100 теңгемен өндіруші 1000 дана дәптер өндіріп ұсынуға дайын, тауар бағасы 150 теңге болған жағдайда өндірушілер 2000 дана дәптер өндіріп ұсынуға дайын. 200 теңге бойынша өндірушілер 3000 дана дәптер өндіріп ұсынуға дайын болса, 250 теңгемен 4000 дана дәптер өндіріп ұсынуға дайын. 300 теңге бойынша өндірушілер 5000 дана дәптер өндіріп сатуға дайын. Аталған нүктелерді біріктіру арқылы біз оң көлбеулі ұсыныс қисық сызығын аламыз. Ұсыныс қисық сызығы дегеніміз не? Ағылшын тілінде S әрпімен белгіленеді. Supply curve сөзінің бастапқы әрпімен. Ұсыныс қисық сызығы өндірушілердің дәл осы уақытта әртүрлі бағамен сатқысы келетін тауарлардың көлемін көрсететін қисық сызық болып табылады.